Artığın cümle. Sınav please. Let's start our lesson. Look at the picture. What is it? Computer. Яғни мимен компьютердің байланысына арналған әртүрлі құрылғылар бұл жерде бейнеленген, иә балалар? Дұрыс айтасыңдар. Енді бізде өткен сабақта компьютер мен мидың өзара байланысы, яғни Brain Computer Interfaces деген тақырып болған. Соған байланысты үй тапсырмасын еске түсіру мақсатында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Яғни бірінші тапсырмаға оралатын болса, бұл жерде бірінші тапсырмамыз, яғни сөйлемдерді толықтыру деп аталады, яғни complete the sentence. Әр топқа тапсырма таратылады, асықпай отырып тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде өткен тақырыпқа байланысты, яғни тақырыбына байланысты сөйлемдер берілген мәліметтер. Сол жерде тиісті сөздер қалған. Соны не істейміз? Тауып жазамыз. Дайын болған кезде айтамыз. Асықпай ойланып, тапсырманы орындаймыз. Қараймыз, есімізге түсіреміз. Are you ready? Yes. Бастаймыз. Кәне, бірінші сөйлемге кім жауап береді және кім жауап береді? The basic setup of our Brain Computer Interfaces system includes 4 components. Right? 4. Right? Children? Right. Okay. Next. Specific electrodes to record electric, magnetic, or metabolic brain activity. Specific electrodes. Okay. Wonderful. Next. Progressive different to interpret those signals, extracting relevant factors from them. Signals. Puspa? Yes. Next sentence. Decoding patterns of interest and appealing commands. Пропущено слова. A computer or external device that operates via the generated commands. A computer. Пропущено слова. Компьютер. Компьютер. Next. There are a wide variety of devices that can be controlled using brain commands, and they can be used in 5 ways: to replace, restore, enhance, supplement, or improve some human function. To replace, restore, enhance, supplement, or improve some human function. Жақсы, хорошо. Тексереміз. Let's check. Is that? Okay? Yes. Next. Келесі тапсырма, бұл тапсырмада үй тапсырмасына байланысты. Екінші тапсырмамыз answer the question. First question. What is a brain computer interface? Brain computer interfaces are system for exchanging information between the
between the brain and electronic device. Okay. Next question. What is a neurostatic? Neurostatic, any biomedical engineered device destined to be linked to the peripheral or system nervous system and enhance motor or sensory abilities of organism. Good. Wonderful. Next task. Келесі тапсырмада біз өткен сабақта өткен терминдерді не істейміз? Есімізге түсіреміз. Бұл тапсырма бізде сиқырлы сандықша деп аталады. Сандықтың ішінде өткен сабақта өткен термин сөздер бар. Алғаннан кейін термин өзімізге келген тиісті термин сөзді үш тілде айтуын істейміз? Айтамыз. Терминдерді үш тілде айтамыз. Бұл терминдер бізде өткен сабақта айтылған болатын, иә балалар? Есімізге түсіреміз, дайындаламыз. Үйден жаттап келген болатынбыз. Are you ready? Yes. Current talk. Right? To amplify күшейту өседі. Қайталаш? Repeat. To amplify күшейту өседі. Жақсы. Келесі. Interface. Okay. Regularity белгі признак. Жақсы. Насали. Mental effect сөзіне өседі. Ақылы күші. Mental effect. Хорошо. Келесі. Cerebral cortex басының қабығы оранған мозга. Cerebral cortex. Хорошо. Келесі. Қазақша когнитивдік, орысша когнитивдік. Тамаша. Келесі. To enhance күшейту өседі. Қазір. Directional екі бағыттағы two направление. Бионика. Хорошо. Келесі. Unidirectional бір бағытты алға направление. Хорошо. Болды ма балалар? Бәріміз бірге қайталайық. Барлығымыз бірге өткен сабақтағы терминдерді қайталайық. Бірінші. Қайталаймыз. Бірге. Bi-directional. Бірге қайталаймыз. Bionic. Cerebral cortex. Cognitive. Current. Interface. Mental effect. Neuroprostatic. To enhance. Unidirectional. Wonderful.
One. Жақсы балалар. Енді өткен сабақты жалпы қорытындылап жіберетін болсақ, дәл қазір біз өмір сүріп жатқан заман ғылыми-техникалық прогрестің өте керемет шыңдарына шыққан кез, иә? Соған байланысты осындай керемет ғылымның жетістіктері шығып отыр. Солардың бірі бүгінгі біздің өтіп отырғанымыз компьютерлік интерфейс деп аталады. Бұл арқылы біз көптеген жетістіктерге жеттік. Соның арасында денсаулыққа өте қауіпті аурулардың алдын алу, соларды емдеу жолдарымен кең көлемде таныса аламыз. Бірақ дегенмен де өткен сабақта айтылғандай, бұның кейбір зиянды жақтары да бар екен. Біз әр нәрсеге екі жақты қарауымыз керек. Жақсы, тамаша. Келесі ары қаратай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, суретте не көріп отырмыз? Адамның жалпы денесі, содан кейін таразы. Бұл суреттен жалпы таразы, балалар, қалай айтылады ағылшын? Бұл суретте балалар қарап отырсаңдар, жалпы таразы не үшін керек? Жалпы қандай құрал ол? Жалпы бір нәрсе салмақты өлшеу үшін таразының екі басы қандай болу керек? Сонда осы таразымен бүгінгі адамның денесін байланыстыратын болса, бұл жерде демек адамның ағзасындағы тепе-теңдік туралы бір нәрсе айтылайын деп тұр, иә балалар? Ал енді дұрыс айтасыңдар, сіздер дұрыс жүріңдер. Жалпы ары қаратай жалпы ойымызды жинақтайтын болсақ, осы бір ғана суреттен, яғни үлкен бір мағына, яғни ағзаның тепе-теңдігі. Ағзаның тепе-теңдігі биологияда гомеостаз деп бар. Қалай айтылады? Гомеостаз біздің жалпы тіршілігімізді бақылап тұрған, басқарып тұрған түсінік деп айтсақ та болады. Себебі біздің әрбір денеміздегі құрамындағы кездесетін органикалық, бейорганикалық заттардың кез келген бір құбылыс болсын, оның әрқайсының өзінің арнайы несі бар, шегі бар. Оны ағза үнемі өзі істеп отырады, реттеп отырады. Осы ағзаның өзін-өзі реттеуі биологияда қалай аталады? Гомеостаз. Ағылшынша гомеостазис деп аталады. Сабағымыздың мақсаты гомеостазды жалпы жан-жақты қарастыру және оның негізгі компоненттерін ашу. Ары қаратай тағы да қосымша айта кететін болсақ, гомеостаз белгілі ағзаның өз-өзін реттеуінде белгілі мүшелер арқылы іске асырылады. Ол әртүрлі заттар болуы мүмкін, сонымен бірге белгілі бір жүйе болуы мүмкін. Сендер былай қараңдар, жалпы күніге таңертең тұрған кезде айналамызды бірінші не істейміз? Көреміз, иә балалар, көреміз. Әртүрлі жан-жақтан табиғи құбылыстарды, қандай да бір техникалық заттардың дыбыстарын естиміз. Содан кейін көреміз, естиміз, тамақтанамыз, дәм сеземіз, сөйтіп келесі бір көшеге шығамыз. Келесі бір адаммен қарым-қатынас жасаймыз. Содан кейін соны қарап отырып, оның көңіл күйін бақылай аламыз, иә? Бұның барлығы қандай жүйе арқылы іске асады? Жүйесі арқылы іске асады. Сонда гомеостазды іске асырудың бір жолы ол не арқылы? Жүйке арқылы. Келесі енді тағы да мынандай түсінік бар. Біз өткен жылдарда болатынбыз. Бізде тағы да бір ағзаны реттеп отыратын нелер бар еді балалар? Бездер бар болады. Бездерден арнайы нелер бөлінетін еді? Сұйықты, ол қалай аталатын еді? Гормондар деп аталады. Сұйықты сөл деп аталады және гормон деп аталады. Міне осы бүгінгі сабағымызға тікелей осы гормондардың да қатысы бар. Жақсы. Енді ары қаратай сабағымызды жалғастырайық. Енді осы бүгінгі гомеостаз туралы қысқаша сендер жақсы білесіздер, 3 тілде білім аламыз. Соған байланысты мен сендермен қазір қысқаша ағылшын тілінде осы гомеостаз түсінігі туралы ой бөлісейін деп тұрмын. In biology, homeostasis is the state of the steady internal physical and chemical conditions maintained by living systems. This is a condition of optimal function for the organism and includes many variables such as body temperature and fluid balance. Being calf user certain preset limits. All the variables include the pH of extracellular fluids, the conditions of sodium, potassium, and calcium ions.
as well as that of the blood sugar level, and the need to be regulated despite changes in the environment, diet, or level of activity. Each of these variables is controlled by one or more regulators or the homeostasis mechanism which together maintain life. Енді осы түсінікті ары қаратай тағы да толықтай пысықтай түсу үшін балалар біз қазір бірге отырып видео көреміз. In English, watch the video. Сендер видео ашылғанша оқулықты ашып, ортадан бұл сол мәтін бойынша қарастыра береміз. Қазір ағылшын тілінде видео көреміз. There's an organizing principle to maintain a constant internal environment. The internal environment of the human body is tissue fluid. As nutrients and gases enter and leave cells and cause temperature, pressure, and gaseous concentration in the tissue fluids fluctuate, it becomes necessary to maintain equilibrium for the functioning of cells. Lungs, skin, liver, and our kidneys help us maintain homeostasis. The lungs regulate carbon dioxide and oxygen with the help of the respiratory center of the brain. Skin regulates temperature, which is controlled by the hypothalamus of the brain. Liver helps in regulating glucose by controlling the levels of insulin in blood. Kidney regulates urea and excess mineral salts by the excretion of urine and water by antidiuretic hormone. Role of the brain. Thermoreceptors are sensory receptors that are sensitive to changes in temperature. The skin has such receptors so that it can sense hot and cold temperatures. Thermoreceptors are connected to the temperature control center in the brain, called the hypothalamus. So what happens when we feel hot? When we feel hot, there is a rise in temperature of thermoreceptors which stimulates the hypothalamus and the neurons are activated. This increases the production of sweat, relaxation of hair erector muscles, dilation of blood capillaries, and decreasing of metabolic reaction. As a result, the body temperature decreases. This cooling of the body in this case is called negative feedback. What happens when we feel cold? When we feel cold, fall in temperature of thermoreceptor stimulates hypothalamus and the neurons are again activated. Due to this reaction, shivering occurs. Hair erector muscles contract, raising the hair. Blood capillaries constrict and metabolic reaction increases. As a result, this negative feedback causes the overall body temperature to increase. There are different ways in which organisms maintain their body temperature. These organisms can be classified into homeotherms or endotherms, and poikilotherms or ectotherms. Homeotherms or endotherms possess the ability to generate their own body heat. The only endothermic classes of organisms are mammals and apes. This trait brings us to the fact that many mammal and bird species have been able to colonize some of the coldest parts of the earth. We are all homeotherms. Poikilotherms or ectotherms, which cannot generate and regulate their own heat, depend mostly on external heat sources, such as sunlight. This explains why most ectotherms, including reptiles and amphibians, are confined to warmer regions of the world, and why, for example, lizards can be easily found basking on tree barks or rocks in mid-air. However, why do we need to maintain the body temperature? A constant body temperature is very important for enzyme-catalyzed reactions to take place at an optimum level. Молодцы, ба? Видеодан не көріп, конечно, қаша. Айтып берші. Иә?
қысқаша есімізге түспейікші. Видеодан не тамашалап? In this video tutorial, we will learn about what homeostasis is. Видеодан не көрдік? Белгілі бір қоршауға Кез келген қоршаған ортаға кіргізбеу үшін ағзаның өзін-өзі реттеуі өте маңызды. Сол жерде нақтылай өте кеңірек тоқталғаны ағзалардың екі түрге бөлінуі, салқын қандылар және жылы қандылар. Осыған байланысты салқын қандылардың дене температурасы тікелей немен байланысты қоршаған ортаға байланысты. Ал жылы қандылардың температурасы тікелей осы ағзаның өзін-өзі реттеуі бағытында іске асады деп өте кең көлемде тоқталған. Дененің су балансының реттелуі, температураның реттелуі, бұл жерде содан кейін өте кеңірек тоқталған осы. Ал тағы да нақтылайтын болсақ, бұл жерде тағы да ағзаның құрамындағы органикалық және бейорганикалық заттардың тұрақтылығы. Келесі тапсырма. Қазір маған осы жерге 6 оқушы керек. 6 оқушы келсін әр топтан. 6 оқушы керек. Мына жерде мына жаққа тұра қалды. Түсіндіріп тапсырманы. 6 оқушы керек. Мына жерде мәтін берілген. Ағылшын тілінде осы өтіп жатқан тақырыбымызға тікелей байланысты. Бұл мәтін әртүрлі түспен қоршалған. Осы әртүрлі түспен қоршалған мәтінді қазір түстерді таңдау арқылы өз бөлімімізді анықтап, сол бойынша мүмкін reading, мүмкін speaking тапсырма орындаймыз. Яғни оқып беруімізге болады дегенмен айтылып, өйткені қазір видео көрдік, оқулықты пайдалана отырып, жаңа сөздерді пайдалана отырып, айтылып беруге тырысамыз. Қазір бір-бірден тапсырма алыңдар. Содан кейін барып түстер таңдаймыз. Бір-бірден кейін оғандар. Егер түс таңдаңдар бір-бірден. Қандай түс? Жақсы. Слау. Коричневый. Қоңыр қалай болады? Браун. Blue. Ред, красный, ред. Хорошо. Ал енді балалар, сіздердің тапсырмасы дайын болғанша барлығымыз отырып, бірге бүгінгі тақырыптың тағы да ары-қаратай пысықтау мақсатында арнайы тапсырманы орындаймыз. Барлығымыз атсалысуға тырысамыз. Мына суретте балалар жалпы ортасына қандай сөз жазып тұр? Homeostasis, яғни гомеостаз, ағзаның өзін-өзі реттеуі. Бұл жерде осы гомеостазға жаңа атап өткендей қатысатын ағзадағы ең негізгі тікелей қатысы бар мүшелер туралы айтылады. Мүшелерді айтпас бұрын бірінші мен жалпы ағзаның реттелуіне тікелей тоқталып кетейін. Сол мүшелердің қызметіне. Бірінші, гомеостаздың ең бір негізгі қызметтерінің бірі дене температурасының сақталуы дейді. Дене температурасының сақталуы. Келесі, гомеостаз, яғни ағзаның өзін-өзі реттелу барысында ағзадағы су балансы реттеледі дейді. Келесі бір қызметіне келетін болсақ, бүкіл ағзаға заттардың ыдырау нәтижесінде түзілген энергия бүкіл адамның дене бойына таратылады дейді. Келесі бір қызметі бұлшықет жиырылады, жиыру нәтижесінде энергия сыртқа бөлініп шығады дейді. Келесі бір қызметі ағзадағы әртүрлі заттардың соның ішінде қанттың реттелуіне тікелей байланысты дейді қызметі. Келесі бір қызметі, яғни ағзадағы осмостық қысымның реттелуі. Енді қызмет атқару физиология, балалар? Осы физиологиялық қызметтерді атқаратын ағзада тағы не болады? Анатомиялық мүшелер болады. Яғни ағзаның белгілі бір мүшесі болады. Байқап қарап отырғандай сендерге көмек ретінде сол белгілі мүшелердің суреті бейнеленген, picture.
What is it? Teri. Ya, қазір ойланып отыр, ағылшыншасы және орысшасын айтасыз. Отыр. Жауап беріңіз. Келесі. Қандай мүше? Buyruq. Үш тілге дайындалып отыр. Келесі қызмет атқаратын қай мүше? Қай мүше келесі? Келесі мынау не? Бүкіл денеге қанды таратады дейді. Мынау сонда нені сурет болуы мүмкін? Қан тамыры. Қан тамыры дайындалып отыр. Үш тілге дайындалып. Өйткені қыздар өткен сабақта айтқан. Келесі. бұл қанға бұлшық Қанға бұлшық еді, яғни дененің бұлшық еттері айтқан. Келесі суретте не бейнеленген? Ұйқы безі бейнеленген, ұйқы безі. Яғни бұл жерде бірнеше аспорту мүшелер берілген де, соның ішінде анық өткен нәрсе жазылып жатыр екен, иә? Келесі. Гипоталамус бейнеленген, қай жерде орналасу нақты бас миы алынған, сонымен бірге сол жерде нақты гипоталамус көрсетіліп жазылып тұр. Ал енді кім дайын маған осы сөздердің үш тілде аталуын айтып береді. Бастаймыз. Teri, кожа, skin. Дұрыс па олар? Жақсы, келесі. Buyruq, почка, kidney. Киднey. Екі бүйрек болатын болса, қызада киднейміз, иә? Жақсы. Келесі. Келесі мүше. Қан тамыры, кровеносный сосуд, blood vessels. Келесі. қанға бұлшық еттер, скелетные мышцы, скелетал масса. Тамаша. Келесі. Железо. Хорошо. Тамаша. Келесі. Гипоталамус. Демек, тікелей осы гипоталамус деген сөздің өзі бізге қандай? Кірмен, яғни кірген, шекенген бізге сөз ретінде айтып тұрсыңдар. Жақсы, тамаша. Қыздар дайынбыз ба? Қыздар дайынбыз ба? Ал онда кім дайын? Бастайсыз ба? Айталым. Нұрай жауап береді. Яғни қай түс түсті саған? Қызыл. Иә. Жақсы, айталым. Homeostasis. Айтуға тырысамыз, иә балалар? Біз айта аламыз ба? Айтуға тырысамыз. Арасында қарауға болады, иә? Айталым. Homeostasis is the ability of living systems as steady and Жаңа сабақтың тапсырмалары орындалып жатыр қазір. environment allows the normal functioning of the system. It is a tendency to achieve equilibrium against various natural and environmental factors. Homeostasis results in a dynamic equilibrium where continuous changes keep on taking place and yet steady conditions are maintained. Homeostasis is mainly involved in managing various variables of the living system, like body temperature, pH of various fluids, the concentration of different ions, and the body sugar level. A number of Sugar. What is it? Sugar. A number of regulatory mechanisms are employed to resist changes in the body against environmental and bodily factors. Homeostasis can be maintained by separate organs or by the entire body at once. Next. How homeostasis Қандай түс? How homeostasis is maintained? Maintaining homeostasis and homeostasis mechanisms. Homeostasis is maintained by a complex system that consists of individual units working in a particular sequence to balance a given variable. All homeostasis mechanisms consist of four particular units, which are Next. Which are? First.
The stimulus is something that results in changes within the system involving the variable. The stimulus has moved away from its normal range, intentions the process of homeostasis. One example of this is the increased temperature of the body above 37 degrees due to various causes. The increased temperature of the body has gone higher than its higher range. Wonderful. Second. Sensor and the receptor. The sensor are receptor. The sensing unit of homeostasis, where it monitors and the receptors to the changes in the body. The changes in the system are released by the sensor, which then the information to the control unit. The nerve cells and the receptors, like thermoreceptors and the motion receptors, are examples of sensor and the receptors. Wonderful. Sound. Once the information is sent to the control unit, it tells the changed value to its normal value. If the value is different from the normal value, the control center activates the effectors against the stimulus. The thermoregulatory unit is the hypothalamus of the brain. The brain that controls the temperature of the body is an example of the control unit. Next. Wonderful. Effectors can be muscles, organs, plants of other similar structure that actuate as a result of the signal from control unit. An effect is a target which is acted upon by control unit to bring the value of variable back normal. The effector essentially counters the stimulus to nullify its effect. In the course of thermoregulation, the sweat glands are effectors that are acted upon by the thermoregulatory unit to produce the sweat so as to bring the value of body temperature back to its normal value. Wonderful. Жақсы. Болды ғой, иә балалар? What is the next activity? Terminology. New terms. New terms for the new terms. Matching. Что это было, дети? Matching. Сапасы. Да? Сәйкестендіреді. Яғни екі колонкада сөздер орналасқан. Сол екі колонкадағы сөздерді, яғни аударымын қазақша, ағылшынша берілген, сендерде берілген тапсырмада орысшасы да берілген, иә бала? Ал біз сәйкестендіруіміз керек қай тілмен? Ағылшынша. Тапсырма берілді, қазір таратам, асықпай отырып, тапсырманы орындаймыз. Жауабын тапқаннан кейін әріптерді екінші бағанға орналастырамыз, сол бойынша жауапты істейміз, оқимыз. Сабаққа қатыспай отырған оқушылар сабаққа қатысамыз. New terms, яғни бүгінгі сабақта айтылған, бүгінгі сабаққа байланысты келеді. Бүгінгі сабақтың жаңа терминдері. New terms.
жасаймыз. Сұраққа қатысты отырған балалар жауап береміз. Are you ready? Yes. Yes. Қалған тоқтар балалар дайындалыңдар ма? Let's start. Yes. Yes. Алғашқы үшеуін қараңыз, қалған. Алғашқы үшеуі. 1G, берілген сөз ұстап тұру, аудармасы поддерживать, ағылшыншасы maintain. Сосын кейін бірақ түсірсе, келесі. Екіншісі 2A, гомеостаз, хемеостазис. 3H, жағдай, состояние, conditions. Ары қаратай. Төртінші, қоршаған, орысшасы окружающий, ағылшыншасы surrounding. Бесінші, бейімделу, адаптироваться, ағылшыншасы to adapt. Бесіншісі, жұмылды реттеу, ағылшыншасы regulation. Next. Seven. Тер. Ағылшыншасы sweet. Орысшасы hot. Орысша аудармасы hot. Тұспа? Келесі. Болану ағылшынша аудармасы to evaluate. Орысша аудармасы испаряться. Азайту. Ағылшынша аудармасы to reduce. Орысша аудармасы уменьшить. Отпа? Отпа балалар? Let's check. Let's check. 1J E H K G E D A C F I. Next activity. Answer the question. What is a homeostasis? Homeostasis
Stacy maintaining the relative content environment within the body. Wonderful. Next. What is a thermoregulation? Thermoregulation is the control of body temperature. Жақсы, жақсы. Балалар, отырамыз дәптерімізге жаңа терминдерді жаза бастаймыз. Жаңа сөздерді аудармасымен дәптерге жазамыз. Жазамыз. Жақсы болды па? Hoppa. Енді жазған дәптерді аламыз да сол терминдерді оқимыз. Бірінші сөзді кім оқиды? Бірінші сөзді кім оқиды? Жаңа сөздерді жақсылап біліп алайық, иә балалар?